Досым бүгін доп ойнайық та. Аяқ киім жоқ қойсың? Ой, жалаң аяқ ойнай беремін. Доп бар ма оған? Бар ғой үйде. Бірақ камера жыртылып қалған ғой. Ауылдағы қызықтар. Көрсетті ма? Үйдегілерден сұрап келші. Көрсетті ма, көрсетпедім. Антенна бәле болды ғой. Кімнің үйінде қалып бар Ха. Кесек құю керек болды. 3 ай демалса, жұрттың балалары демалады. Мен кесек құямын. Досым, үй жаққа қарап тұр я ма? Папаш кегіп қалып құлақ шегеден тәуіп отпасын. Мен жей қойын. Иіс қалдырмайды да просто қолда. Спешім. Я. Ой, не болды досым? Жұрттың баласы деген кім сол? Тауып алайық соны. Аузын айырайшы. Біздің үйдегілер жаман қатты қызығып жатыр соған ше. Пысық деп. Ба. Жалтақтап тұрып шеккен темекі осы ше, басыңды айналдырып жібереді. Не тірлік істейін деп отыр екен? Бұл болмады, үйдегілер артық кетіп жатыр. Қамыр илеп, ет асып қоя сал дейтін не әңгіме да мысалы. Қыздардың істейтін тірлігін істеп жүрейін, мен істемеймін. Ет қақта тұр мама. Оқтау іште қоя.